Бұл тойды айтып жатырмын, көптен бері күткен той, қуанышты той. Сондықтан мынау тамаша қыздарымыз көркемдеп келінімізді ортаға алып келді. Ал енді бүгінгі ару келінің бетін ашуға бір емес, екі емес ағайын, үш жігіт келіп отыр. Сондықтан мен ортаға өнерпаздарды шақырайын. Шабыт триосы бүгінгі ару келінің бетін ашады ағайын. Қошеметтеп қойыңыздар. Бәрекелді. Өнерпаздың шабыты шапалақ дейді ағайын. Шапалақтарыңызды аямай отырыңыздар. Қош келдіңіздер жігіттер. Ал енді жаңа мен табақ сұратқам, әкеле қой. Бұл салт дәстүр. Бұны қойайық, қоймайық деп енді ақылдасып жатыр кісілер енді. Қоймай-ақ қойықшы, сол бір ақша жинаған құсап. Мен айтам, қоя салыңыздар, тым тұрған жоқ. Келін сәлем салады. Но бізде Астанада оның үстіне келін бір-ақ рет сәлем салады. Білесіздер, тойда. Бұдан кейін сәлем салмайды. Оны барлық жеңгелеріміз, апайларымыз да біледі. Сонда мен айтам, қоя салыңыздар, түк етпейді. Оның үстіне мына түскен ақшаны жігіттерге аласыңдар ма десем, бұларды алмаймыз дейді. Мен де ойлап қоям, мен де алмаймын деп қоям. Енді кімге береміз? Жастарға берейік деп, сөйтіп келісіп пішкен тон келді болмас, қанша түссе жастарға береміз. Осылай қойып қояйық. Ал ендеше ағайын, бет ашарды бастайық. Ажар қандай, түр қандай, көргендер қарап тұрғандар. Жас келінді көруге, сыртта жүріп құр қалмай, бәріңде бермем келіңдер. Тойға келген ағайын, болмайық құр ет асар, айтылсын бір бет ашар. Келін келді туғандар, ағайын бауыр ұландар, ата-анасын қуантып, сүйіншісін сұраңдар. Той түндігі ашылсын, құрт бауырсақ шашылсын, бір-біріне мына жұрт көрімдігін асырсын. Әуелі сәлем ете көр, әруақтар сені қолдайды, қолда барда тартынба, жұма сайын барындас. Өлі риза болмаса, күреш қашан байымас. Аталардың батасы, әруақтарға бір сәлем, әруақтарға бір сәлем. Бәрекелді, шапалақ ұрып қойыңыздар ағайын. Әулетімізден шыққан әруақтарға сәлем салды. Таңда келін тағы да сөзінде көп мағына, балам екеу болды деп қуаныш қылып отырған. Аталар бар ардақты, әжелер бар салмақты, ата-енең бар тағы да ойлай тұғын жан-жақты. Сондықтан да келін жан, аталарға бір сәлем, әжелерге бір сәлем, ата-енеңе бір сәлем. Ата-ене, ата-әжелерге шапалақ қайда ағайын. Бәрекелді. Деп қуанып, келін келді деп қуанып, осы бір күнді ойлаған. Келіп отыр осында нар тұлғалы қайнаған. Абысындар келіп тұр, өске көзі жайнаған. Қайнаға мен абысын сіздерге сәлем салынсын. Бәрекелді, қайнағаларға, абысындар қайда, оппа! Ауыл арасын жақын етер нағашың, екі ағайын арасын тату етер нағашың. Ақ келін боп келгенде шашу етер нағашың. Осы тойға қуанып келесіңде нағашың, жиен бөлең тағы бар, сіздерге сәлем салынар. Нағашыға бір сәлем, жиендерге бір сәлем. Жарайсыздар, нағашылар, жиенде. Опа! Орта болсын.
құдалар, кезіңде жетті сыналар. Жақсы мен жайсаң қалың жұрт, қалпыңда осы ұғалар. Тату болсаңдар тәтті өмір, шыңдарға биік шығалар. Жанары жалын екі жас, жалындап мәңгі тұралар. Бақыттан кім бар құрғалар, жылжысын жылдар жылғалар. 100 жылдық болмай 1000 жылдық, болсаңдар жақсы сырғалар. Ұлыңда қызың бақытты, кезің жоқ енді бұлданар. Төсің мен төсің түйісіп, шалқысын тіпті шат көңіл. Ай хай хане құдалар, хане 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 хане. Құдаларға бір сәлем. Өйде әулетіміздің құдаларына сарсүйек 1000 жылдық құдаларға сәлем. Қошемет ағайын. Ортада olsun құдалар. Анау тұрған жезделер, Hey anau тұрған жезделер, жездеге кім теңгелер? Hey жанындағы әпкелер, сұлулығын көз көрер. Hey сәлем салшы соларға көрімдігін тез берер. Hey айналайын келінжан жез әпкеңе бір сәлем. Өйде апалар, жезелер. Ортада olsun. Анау тұрған қайнысы, қайнысы деген қайгысы. Үйленді деп ағамыз, келіп тұр әне қайнысы, қайнысы. Өзіңменен бір жүрер, бір қуанып бір күлер. Қайнылармен топтасып, келіпті қайны сіңілер. Ал келінжан, келінжан, соларға да бір сәлем, бір сәлем. Қайныларға бір сәлем, қайынсіңлерге бір сәлем. Өйде қайнылар, қайынсіңілер. Hoppa! Айхоу, достарда кедау табысқан, дөбірлі тойдан қалыспан. Бош жүрген бойда күндерің, бұлғайды қолын алыстан. Жастығы жалын бір жарып, бақытын іздеп жарысқан. Қанатын қаққан қырандай, жарылған түгіл намыстан. Шет қалмаған жарыстан, достардың бәрі арыстар. Шабытын алған шабыстан, арысын тауып табысқан. Татуда тәтті ісімен, тағдырлары да қауышқан. Балқысын енді бал көңіл, шаттықтан ғана шалғысын. Байлаған дауыстан, қане, 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 қане бәрің. Достарға да бір сәлем. Өйде Асқар ағамыздың достары, Бақытжан тәтемнің достары, Медеттің достары, қызметтестерге қошемет ағайын. Ортада olsun достар. Шап! Бәрі сенің туысың, бәрі сенің ырысың. Беташар айттық ағайын, шапалақ қатты ұрылсын. Жақсы келін атанып, қарттарынан баталып. Біз қайтайық осымен, берекет болсын бұл ісің. Браво! Қошемет ағайын. Шапалақ шапағат. Бәрекелді. Атадан қалған сол мұра келіннің бетін ашсын, домбыра дейді. Ендеше Қарызақтың қара домбырасымен келдің бетін ашайық. Шапалақ соғайық. Шашу шашайық ағайын. Мынау жігіттер, рахмет, рахмет. Салт дәстүрді жасап жатсыңдар, шабыт триосына рахмет. Ал енді келіннің бетін кім ашса, сол ыстық деп жатады. Енесін ортаға шақырайық, келіңіз. Иә, мынасын сіз өзіңіз ашыңыз ендеше. Ашып, маңдайынан сүйіп, таңдайына түкіріп қойыңыз. Келініңіз құтты болсын.
Ey ағайын, шапалақ. Тфай. Тіл көзден сақтасын. Қандай красавица. Көрдіңіздер ғой, я? Енесінен, мына келін ененің топырағынан жарылады дейді. Бақытжан тәтем сұлу, сен де сол кісі секілді ертең Алла қаласа, осындай сұлу ана бол, осындай сұлу ене бол айналайын. Осы кісімен тату бол, жарай ма? Жақсы бол, осы кісімен жақсы бол, ең бастысы. Медетіміз қайда? Келе ғой медет айналайын. Сені ұмытып кеттік қой келінге қараймыз деп. Келе ғой медет. Мінекей, ардақты ағайын, қазақта қашанда жақсы игі істің басын батамен бастаған қазақпыз. Жаңбырменен жер көгерсе, батаменен ел көгерер деген сөз бар. Сондықтан осы жерде үлкен ақсақалымыз, Сабет атамыз осы жастарға батасын берсін ағайын. Көтерейік білекті тойшыл қауым, әумин ақсақалдың батасын алайық. Ал балаларым бақытты болыңдар, өмір жасыңыз ұзақ болсын, қосағыма қосағарыңдар, тойларыңыз ұза берсін, өмір жасыңыз ұзақ болсын, осындай қуанышқа беріңдер. Ал балаларым бағы тойларың құтты болсын. Амин, Аллаху акбар. Берген батаңыз қабыл болсын. Ал ендеше, мәссіғым, мына жерде беташар жақсы түсіпті ғой. Жаңа ойнап айтқам жастарға берем деп. Алла салайық шосына деп. Қалжындайым. Назерке, көрдің ба? Сенің сәлеміңді құрметтеп, ағайын туыс, енді өздеріңізді көріп тұрсыздар ғой. Салып жатыр. Бұл енді келінің сәлемінде деп, осылай сені құрметтеп жатыр. Күшті, е? Күнде осылай болса екен деп ойлап қойған шығарсың, болмайды енді олай. Ал былай болсын, енді алтын көрсе періште жолдан таяды дейді. Қызық болсын ағайын. Мен 5-ке дейін санайын, Назерке, мынаны медеттің қалтасына салып үлгерсең үлгердің, үлгермесең мен алып кетейін. Жақсы ма? Келісесің ба, Назерке? Қыз жолдасты шақырайын ба көмекке? Қыз жолдас келе ғой. Гүлді бере сал, дружокқа, сумканы да бер, келе ғой. 5 қана қалталарына салып, реттеп қой, қызық болсын той ғой. Дайынбыз ба? Қыз жолдас көмектесесіз. Дайынбыз ба? Ал, кеттік. 1. Сала бер, Үлгірмей қалсаң алып кетем. 2. Қаттыра қалды. Ой, қыз жолдас не істеп атсын? 3. 3,5. Тез. 4,5. Үлгір. Медет, ана жинап ал, ақшаны тұса қоймайды. Жинап ал, 4,5. Медет өз жинап атыр ғой. Қыз жолдастың көйлегі келмей қалды ғой. Сал. Бәрі сенікі. Болды. Молодец, 4,5-ға дейін үлгерді. Медетке ұнап тұр не болса да, өзі алып атыр жерден әжеде. Сұқапты ғой чөті деп. Медетке мұнадай жақсы ма? Жақсы кен, жақсы болыңдар айналайын. Біз енді біздің тарапымыздан біз әзілдеп жатырмыз. Ең бастысы өзара тату болыңдар, бақытты семья болыңдар, үлгілі отбасы болыңдар. Мұна мен Асқар ағамен танысып, жаманмен бір күн өткізгенше жақсыменен жарты сағат отырғаның жақсы дейді. Ендеше мына Асқар ағаммен Бақытжан тәтемнің шаңырағына барып осыдан тойға келісіп жатырмыз ғой. Сол кезде бұл кісілермен жақындырақ отырып танысып жатсам, сондай бір керемет жандар екен. Енді мен қатты шірейіп мақтамай қойын, өздеріңіз айта жатарсыздар. Сондай бір керемет үлгілі отбасы екен. Сондықтан айналайын, сен де әкеңе ұқсаған ер азамат бол. Сен енеңе ұқсаған тамаша келін бол айналайын. Ана бол, дана бол. Ай бәрекелді. Құтты болсын қадамдарың. Ал ағайын, көп созбаймыз, ортаны ашып тастайық. Анау кейін құттықтап тағы да сүйе жатарсыздар. Шапалақ шапағатпен жастарды ақ дастарханға жайғастырайық ағайын. Қошемет! Ардақты ағайын, баршамыз мерекелі, берекелі дастархан басына жайғасуларыңызды өтінеміз.